Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге биологияны жетік меңгеремін онлайн курсы және оның авторы Шәкәримова Ардақ Қалмұқожақызы. Құрметті оқушылар, сіздермен бүгін қарастыратын тақырыбымыз біздің экологиялық факторлар және экология деп аталады. Жалпы экология дегеніміз не? Бұл тірі ағзаның бір-бірімен әсерін және ол тірі ағзаға қоршаған ортаның әсерін қарастырады екен. Экологиялық фактор дегеніміз не? Организм үшін қажетті немесе организмге әсер ететін ортаның элементтерін айтамыз. Яғни ағзаға әсер ететін қоршаған орта элементтері. Оны үш топқа бөлеміз. Яғни экологиялық факторлардың үш түрі бар екен. Біріншісі бұл абиотикалық фактор. Ол өлі табиғаттың тірі ағзаларға әсері. Бұл ауаның құрамы, топырақ, су құрамы, температура, ылғалдылық, жарық және ортаның қышқылдығы жатады екен. Келесі бізде антропогенді фактор. Антропогенді ол адамның тірі ағзаға әсерін екен. Яғни адам тірі ағзаға жағымды, жағымсыз әсер етуі мүмкін, тікелей немесе жанама әсер етуі мүмкін екен. Ал үшіншісі бұл биотикалық фактор. Биотикалық фактор дегеніміз тірі ағзалардың бір-біріне әсері. Биотикалық факторлардың келесі түрлері бар екен. Біріншісі жыртқыштық. Жыртқыштық дегеніміз не? Бір ағзаның екінші ағзаны ұстап қорек етуі. Мысалға алатын болсақ, бұл жыртқыштыққа қасқырдың қоянға әсері. Екіншісі бейтарап немесе нейтралдық қарым-қатынас. Яғни бір ағза екіншіге не пайда келтірмейді, не зиян келтірмейді. Мысал үшін мына суретте қарасаңыздар, тиын мен бұғы. Яғни бір-біріне не пайдасы жоқ, не зияны жоқ. Үшіншісі ол симбиоз деп аталады екен. Яғни тірі ағзалардың бір-біріне жағымды әсері. Симбиоз. Яғни екі ағза бір-біріне пайда келтіреді. Төртіншісі бұл бәсекелестік. Яғни тірі ағзалардың арасында қорек, мекен ету ортасы үшін, аналық үшін, жарық үшін талас немесе күрес жүреді екен. Бесіншісі бұл балалар бізде паразитизм немесе паразиттік. Бұл бір ағза екінші ағзаның денесіне кіріп, оның қорегін пайдаланады. Яғни иесі деп аталады, ол ағзаны мекен ететін ағза, онан кейін паразит. Бұл тірі ағзалардың бір-біріне жағымсыз әсер етуіне мысал болады екен. Сонымен биотикалық факторлар 5 топқа бөлінді. Бірінші жыртқыштық, екіншісі бәсекелестік, үшіншісі бізде симбиоз, төртіншісі нейтрализм, бесіншісі паразиттік. Енді балалар біз биоалуантүрлілік деген ұғымға тоқталамыз. Биоалуантүрлілік дегеніміз бір аумақта неғұрлым көп тірі ағзалар кездесетін болса, ол соғұрлым бай және биоалуантүрлілік жоғары болып есептеледі. Мысал үшін тропиктік ормандардың биоалуантүрлілігі жоғары. Себебі онда қолайлы орта болғандықтан тірі ағзалар көп шоғырланған. Ал тундра тайгада онда биоалуантүрлілік аз. Неге? Себебі қолайсыз жағдай болғандықтан онда тірі ағзалардың шоғырлануы аз. Енді экожүйе деген терминға тоқталайық. Экожүйе дегеніміз ол ұзақ уақыт бойы бірге тіршілік ететін тірі ағзалармен қоршаған ортаның өлі табиғаттың бірлестігі. Яғни экожүйе бұл екі құрамдас бөліктен тұрады. Біріншісі ол тірі табиғат, екіншісі жансыз табиғат. Мұнда тірі табиғат, яғни өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақтар, микроағзалар, олар тірі табиғат. Екіншісі бізде өлі табиғат. Ол климат, ауаның, судың, топырақтың құрамы, сонымен қоса жарық және температура өлі табиғатқа жатады екен. Яғни экожүйе екі құрамдас бөліктен тұрады. Ол тірі ағзалары және қоршаған орта. Екеуінің бірігуінен экожүйе түзіледі. Енді экожүйеге мысал келтірсек, бұл орман, шалғындық, тұщы су, мұхит, немесе тоған дегендер экожүйеге мысал болады. Яғни оның да ағзалар мен қоршаған ортаның бірігуінен түзіледі. Енді тірі ағзалардың қоректену типтеріне тоқталайық.
Жалпы тірі ағзалар қоректену типтеріне байланысты екі үлкен топқа бөлінеді. Біріншісі автотрофты қоректенетіндер, екіншісі гетеротрофты. Автотрофты дегеніміз қоректік заттарды өздері жасайтын ағзалар. Гетеротрофты дегеніміз дайын қоректік заттармен пайдаланатын ағзалар. Автотрофты ағзалар екіге бөлінеді: фототрофты және хематрофты. Фототрофты ағзалар күн сәулесінің энергиясын пайдаланып, биорганикалық заттардан органикалық заттар жасайтын ағзалар. Оларға өсімдіктер жатады. Яғни фототрофты организмдерде фотосинтез процесі жүреді. Онда биорганикалық заттардан органикалық заттар жасап, өздері қоректік заттарды жасайды. Өсімдіктер жатады. Келесі бізде хематрофты ағзалар. Олар химиялық заттардың энергиясын пайдаланып, бейорганикалық заттардан органикалық заттар жасайды екен. Оларға хемосинтездеуші бактериялар жатады екен. Мысалы үшін көкөк, темір бактериялары осы хематрофты ағзаларға жатады екен. Яғни бұлар химиялық заттардың энергиясын пайдаланады. Фототрофтыларда, хематрофтыларда өздері қоректік заттарды жасайды. Ал енді гетеротрофты қоректенудің өзі келесідей топтарға бөлінеді. Біріншісі шөп қоректілер, яғни бұлар мысалға алатын болсақ, қоян, тиін, шөп қоректі ағзалар. Екіншісі жыртқыштар, үшіншісі бізде ол қорек талғамайтындар, яғни олар шөппен де қоректенеді, етпен де қоректенеді. Аю, мысалы үшін маймыл, қорек талғамайтындарға жатады екен. Келесі паразиттер, яғни паразиттер бұл ағза басқа ағзаның денесіне кіріп, оның қорегін пайдаланады. Мысалы үшін ішек құрттары, бактериялар, сиыр сепені, аскарида дегендер осы паразиттерге жатады. Келесі бұл сафрофиттер. Сафрофиттер олар өлген ағза қалдықтарымен қоректенеді, яғни шірітеді. Оларға бактериялар мен саңырауқұлақтар жатады екен. Енді сонымен үлкен қоректенудің екі тобын оқыдық. Сіздерге түсінікті болды ғой деген ойдамын. Бағана сіздермен экожүйе деген терминді қарастырғанбыз. Ол белгілі бір аймақта тіршілік ететін тірі ағзалар мен қоршаған ортаның бірлестігі. Осы экожүйеде қоректік тізбек бар. Қоректік тізбек дегеніміз ол бір-бірімен қоректену тәсілі арқылы байланысқан ағзалардың тобы. Қоректік тізбекте негізгі 3 құрамдас бөлікті қарастырады. Біріншісі продуценттар. Олар қоректік заттарды өздері жасайтындар, яғни өндірушілер. Бұларға барлық өсімдіктер жатады екен. Олар күн сәулесінің энергиясын пайдаланып, қоректік заттарды өздері жасайды. Автотрофты ағзалар. Екіншісі бізде балалар консументтер, яғни олар дайын қоректік заттарды пайдаланатындар. Консументтар бізде екіге бөлінеді. Бірінші қатардағы консументтар және екінші қатардағы. Бірінші қатардағы консументтар олар шөп қоректілер, екінші қатардағы консументтар жыртқыштар екен. Егер жыртқыштарды тағы да басқа жыртқыштар жейтін болса, олар үшінші қатардағы консумент болып табылады екен. Енді үшінші қоректік тізбектің бөлігі ол редуценттар немесе ыдыратушылар. Олар осы тірі ағза қалдықтарын ыдыратып, топыраққа қайтадан айналдыратындар. Редуценттарға балалар бізде бактериялармен және саңырауқұлақтар жатады. Редуценттар қоректенуіне байланысты оларды сафрофитті ағзалар деп атайды екенбіз. Сонымен қоректік тізбек бір-бірімен қоректену арқылы байланысқан тірі ағзалардың тобы 3 бөлімнен: продуцент, ол өндірушілер, консумент, тұтынушылар, редуцент, ыдыратушылар жатады екен. Құрметті оқушылар, сіздерге бүгінгі сабағымыз түсінікті болды ғой деген ойдамын. Сіздерден сұралатыны слайдты жақсылап жазып аламыз, түсініп отырып, және өздеріңізге ұсынылған онлайн тест платформасындағы тестті шешеміз. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.